Бәріңе сәлем достар, қалайсыздар? Достар, бүгін мен сіздерге әрине интернетте қалай ақша табу керектігін үйрететін боламын. Яғни интернетте ақша табу жолдарын сіздерге түсіндіріп, қандай сайттар бар барлығын көрсететін боламын. Әрине бұл барлық подписчиктерім біледі. Әрине жаңадан келіп жатқан көрермендерімізге арналған бұл таныстыру. Сонымен достар, бүгін мен сіздерге бұрынғы сайттардан ақша шығарып көрсетемін тағы да. Бұл біздің хоббиіміз, кәдімгідей. Әрине біздің бірінші сайтымыз менің ұнататын сайтым Кашмарин деген сайт. Кіріңіздер, өздеріңіздің парольдарыңызды нелерін жазып тіркелу. Егер бұл сайт туралы білгіңіз келсе, әрине бұл сайт жоғарыда подсказкаде шығады толығырақ, яғни бұған өзіне арналған видео шығатын болады. Достар, көріп тұрсыздар, менде 85 рубль бар шығаруға, және де 0.42 доллар бар. Бұл жерде доллар менде жасауға болады, достар. Мен бұл проектіде 58 күн, яғни 2-3 айдай уақыт болған, уже 2 айдай уақыт болған. Әрине бұл жерде өзінің бонустары бар, басқаларға мен қалай жіберейін, егер алынатын болса, көздеріңізше. Мінекей бонус алдым. Достар, бұл туралы толығырақ білгіңіз келсе, әрине бұл туралы арнайы видео бар. Айтқанымдай подсказкадан шығады. Қараңыздар, толық қараңыздар. Мен сияқты ақша табу үшін бұл сайттан мен 124 рубль салғанмын, 306 рубль шығарғанмын. Енді мен тағы 85 рубль шығаратын болсам, бұл жерде вообще көп ақша шығаратын, 385 рубльдей шығарған болам. Яғни достар, біз бұның ақша шығару үшін әрине вывести деген кнопканы басамыз, батырманы рубльді шығаратын болса, бірінші рубльді шығарып көрсетем. Бұл жерде көптеген кошелектерге шығаруға болады, биткоин, Kiwi деген сияқты, Perfect Money, Beeline'ға да. Әрине біз байырға шығарамыз, достар. Жаттап алған жастар уже. Байырға шығаратын боламыз. Байырда бізде қанша рубль бар? 85 рубль бар. Платежный парольдарыңызды жазыңыздар, сіздер өздеріңіздің выплатить деген басаңыз, бұл жерде барлығы автоматты түрде, ешқандай күтпейсіздер. Ештеңе күтпейсіздер. Көрдіңіздер ғой, маған уже ақша түсті. 84-те 20, яғни несі бар, комиссиясы бар. Бірден шығарып жіберейін, нені де. Долларды да шығарып жібере салайын. Вывестиді басамыз. Яғни доллар таңдаймыз. Бұл жерде пайыр бар, не Perfect Money, мен пайырға шығаратын болам. Әрине 0.42. Бізде қалдым. 0.42 екен. 0.42-ні біздің неке выплатить. Точка болады екен, кешіріңіздер, бұл жерде мен точка емес, тұрғып қойғанмын 42, өзімде түсінбей алдым. Неке 0.42 станете кошелек дейді. Яғни достар, вывести басамыз, доллары да бірден шығара салайын. Неке Perfect Money және пайырға шығарады тек қана 0.42 доллар. Өзіміздің платежный паролін жазамыз, және выплатить басамыз. Неке келді, яғни отлично, барлығы орындалды, 0-0. Енді достар, біз қарайық, пайырды қарайық, ол ақша шынымен келді ме, келген жоқ па. Неке жаңартайық. Неке достар, көрдіңіздер ғой, келді. Неке 84 рубль, жаңағы біздің 85 комиссиямен SNM7 с проекта Кашмарин деп тұр, көрдіңіздер ғой. Жаңа ғана келген не? Мынау не? Екіншісі бұл доллар, 0.41 доллар, көрдіңіздер ғой. 0.41 доллар, яғни бұл да Кашмарин сайтынан келген. Мен 42 шығардым, 41. Яғни біріне ұстап қалған енді комиссия. Енді шотымызды қарайық, 603 болған уже. Көрдіңіздер ғой. Сыр ешқандай алдау жоқ. Барлығы шыққан, барлығы рас. Енді біз келесі сайтқа көшейік. Біздің келесі сайтымыз бұл әрине Бетсбанк. Мен бұл жерден шамалы ақша құртып қойған едім, ештеңе етпейді, бірақ сонда да мен ақшаны шығарамын. Аз болса да шығаратын болам. Яғни мен пайырға шығарам, әрине. Білетін шығарсыздар, жатталып қалған.
өз шығарып бердім, 17 рубль шығаруға болады. Мен көп жерден ақша шығарамын, көріп тұрғандарыңыздай. Вывести басамыз, бұл жерде бәрі автоматты түрде, ешқандай задержка жоқ. Мінекей, выплачено дейді. Выплачено деп тұр. Енді қарайық, келді ме екен, келмеді ме екен. Мінекей, 17 рубль жаңа мен шығарған сайтым Верцбанк. Міне ешқандай алдау жоқ. Верцбанк. Енді екінші тағы да шығаруға болады негізі. Вывести 11 рубль шығарамыз. Выплачено. Мінекей шығарған ақшаны көріңіздер, 11-де 16 деп тұр. Кешіңіздер. Мінекей обновление жазамыз. Мінекей көріңіздер, 11 рубль. Верцбанк.com 11 рубль келді. Балансты қарасақ, бағана 603 еді. Универсанда 631. Достар, көріңіздер ғой, мен осылағанда сіздердің екі сайттан ақша шығарып көрсеттім. Достар, екінші сайтымыз әлеміміздің Breakfast Target деген сайт. Бұл жерде сондай, мен қазір сіздерге бұны түсіндірмеймін, қалай істеу керектігін. Бірақ бұл туралы видео енді шығады. Әлі шығарған жоқпын, көріп тұрғаныңыздай мен 50 рубль бұл жерде жасаған. Бұл жерде подписаться етуіңіз керек, соған ақша төлеп лайк басу керек деген сияқты. Мысалы, бәрі оңай. Біреу кетіп қалды. Бұл жерде қалай ақша шығарамыз, соны бәрін көрсетейін сіздерге. Вывестиге басамыз. Барлық бұл жерде айтылған. Мен әрине байырғы шығарам. Бізде шотымызда 50 бар. Сол 50-ді шығарам бәрін. 50 рубль шығарам. Создать заявку деген басамыз. Код келеді. Сіздердің осы тіркелген емайлдарыңызға код келеді, сол кодты аласыздар. Создать заявку деген басамыз. Енді болды. Көріңіздер, 2 күн болуы мүмкін дейді. 2 күн бойы болуы мүмкін. Мен сіздерге көрсетем, егер келген кезінде барлығын ақша түсті ме, түске жоқ па, пайырды қарайтын боламыз. Достар, міне пайырды қарадық. 50 рубль не түсті. Сіздер көріңіздер ғой. Яғни VK Target сайтынан бізге кәдімгідей ақша келді. Сіздерге тағы да көрсетем. VK Target'тің өзіне көріп емес, әрине кіргеннен көреміз, әрине. Міне қараңыздар. Алдыңғы суммаларына кеше соңғы суммасы көріңіздер, міне 50 рубль кеткен, отправлено деп тұр. 9 рубль қалған. Ешқандай алдау жоқ. 50 рубль міне келді, отправлено деп тұр. Бізге міне түсті. Көрсеңіздер болады. Көріңіздер ғой. Барлығы дұрыс, барлығы төледі. Және ол сайтты енді қалай тіркелу керек, қалай жаңағыдай ақша табу керек, әрине, яғни толығырақ білгілеріңіз келсе, бұл сайт туралы мен видео түсірейін. Комментарийдің астында жазыңыздар. Егер бұл сайт ұнаса, осы сайттан ақша тапқыларыңыз келсе, ұнаса егер бұл сайт, мен сіздерге бұл сайт туралы көрсетейін, қалай табу керек, қалай жасаймыз деген сияқты. Комментарий жазыңыздар, лайк және подписка ұмытпаңыздар. Достар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.